Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен тауық және саңырауқұлақ қосылған сливочный соус дайындадым. Гарниріне күріш пісірдім. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап көбік қылып турап аламыз. Бұл рецепт өте оңай, тез дайындалады, әрі жеңіл. Үлкен кісілерге де, балаларға да жеңіл тағам болып саналады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Пиязымызды осылай ұсақтап турап, табамызға май құйып, жақсылап қызған соң, пиязымызды қуырып алатын боламыз. Осы кезекте тауықтың төс етін қатты ірі қылмай, қатты ұсақ қылмай, көбік қылып турап аламыз. Тауықтың төс етін пайдаланбасаңыздар да болады, сиырдың етінен де жасауға болады, дәмі еш өзгермейді. Осылай мені турап аламыз. Содан соң пиязымыз қуырылып жатыр. Енді оған тауығымызды салып, бір келкетіп араластырып, бұны да қуырып аламыз. Бұл рецептте негізі саңырауқұлақтың свежий түрін пайдалану қажет. Дүкенде таппаған соң мен маринадталған түрін пайдаландым. Дәмі одан еш өзгерген жоқ, тіпті дәмді болып шықты. Осылай мені слайс қылып турап аламыз. Содан соң табамызға салып, пияз, тауық және осы саңырауқұлағымызды бір келкетіп қуырып аламыз. Осылай мені қуырып аламыз. Енді осы қуырылған тауығымызға 6 ас қасық 20% қаймақ қосамыз. Негізі кілегеймен де жасауға болады. Мен қаймақпен жасадым. Енді татымына қарай тұз, бұрыш салып, кішкене су құйып, бұқтырамыз баяу отта. Қақпағын жауып, бұқтыратын боламыз. Гарниріне мен күріш пісірдім. Қазанға май құйып, жақсылап қыздырып, күрішімізді жуып, салып қуырып аламыз. Осы әдіспен жасасаңыздар, күріштеріңіз өте шашырап, бір-біріне жабыспай керемет болып піседі. Енді 2 кесе күрішке 2 кесе су құямыз. Суымызды құйып, қақпақтың астында суы тартылғанша пісіреміз. Енді менің суым тартылған соң полиэтилен пакетті осылай бетіне жауып, қақпағын жауып, бұны да өте баяу отта 15 минут пісіретін боламыз. Күрішіміз осылай болып піседі, бір-біріне жабыспай, шашырап тұрады. Енді менің тағам дайын. Сервировка жасаймыз. Сорпа ішетін кесеге, шай ішетін кесені төңкеріп салып, күрішімізді толтырып, осылай жасап аламыз. Енді жаңағы сливочный соусымызды ортасына құйып әрлейтін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Отбасыларыңызға жасап, қуантыңыздар. Егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан. Сау болыңыздар.